Әлемдегі ең бай, донатерский, олдовский, мощный аккаунттарды бүгінгі видеода көретін боласыңдар. Ема достар, мына персонаж ойынға шықпаған, бірақ мынада бар ғой. Достар, прям бүкіл пропусктар алынған ғой, мынаны қарасаңдар. Видео басылмастан бұрын маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. 5000 подписчикқа тезірек жетейікші. Біздің бірінші бай аккаунтымыз айдейін жазып көрсететін болсам, Дайланд деген аккаунт 2 сағат бұрын кірілген екен. Профилін қарайтын болсақ 70 уровень. Мына жерден көруге болады, оның сразу олд екенін қарасыңдар болады достар. Шапкасының өзі олд болып тұр. Ема достар, мына лайкты қараса, ема 11, 21 тағы да бір сандармен достар жаман көп лайктар жинап тастапты бұл аккаунт. Ал пропускты айтатын болсақ, бүкіл пропусктар алынған достар, элитный пропуск және де бояқ пропусктар. Ойынын көретін болсақ 22% хедшот. Қарап отырсам, бұл бала Free Fire'да қатты ойнамайтын сияқты. Келесі кезек бізде оружияларына тоқталатын болсақ, MP5, AK-47, Парафал, Скар, Драваш, MP40 деген оружиялармен жақсы ойнайды екен. Список жаланиясын қарасам, дым жоқ қой достар, дым. Айтпақшы, бұл біздің бірінші аккаунт, қалған аккаунттарды көрсіңдер, қалайсыңдар. Келесі аккаунтты көрмей жатып, лайктарында басып, осы каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Ал біз келесі ең бай аккаунтқа кеттік. Бұл біздің екінші бай аккаунттардың бірі, профилінен қарап біле берсіңдер болады. Ал профиліне кіріп аккаунтын көрейік. Бұл аккаунтта 8-ші прайм және де 92.000 лайгі бар екен достар. Достар, мына аваны қарасыңдар, білесіңдер ма бұл аваны? Бұл бала Free Fire'ға қосылмай қалған персонажын авасын алып алған ғой, прикинь. Әрі қарай көретін болсақ, бізді битва отряды грандмастерге жетіпті. Мына жағын қарайтын болсақ, Сакураның наборы және де басқа да эволюциялар тұр. Ал пропусктарын көретін болсақ, бүкіл пропуск алынған мына жерде. Бай болғаннан кейін барлығын алады деп ойлаймын өзім. Бірақ бір но бар достар, мына бірақ пропускты алмай кеткен ғой. Ема достар, бүкіл алынғанда біреу ғана алынбай алған ғой. Просмотрдан бұл баланың ойынын көрейік достар. Бұның хедшоты қандай екен? 29-да 33 дейді. Прям қатты ойнайды деп айтылмайын, бірақ нормальный болады. Ал енді қатты ойнайтын оружиялар бізде Дикл, AK-47, X78, MP40, Юмпи, Томпсон және де басқа да АВМ деген заттармен нормально ойнайды екен. Мына аккаунттың список жаланиясын көрек. Ема, чөзе эмоциялар тұр мына жақта. Маскарейшн болып тұр ғой мына эмоциялардың барлығы. Ема, мынандай заттар шыға ма тағы. Ал біздің екінші миллионер аккаунтымызға обзор аяқталды. Келесі аккаунт мықты бола ма? Давайте комментарийға жазып кетіңдер. Ал біздің келесі ең бай аккаунттардың бірі Хан Офикал. Профилін ашып көретін болсақ, 94 уровень 151.000 лайк достар, ойласыңдар. Аккаунттарға обзорына ватса, лайктарында басып кетсіңдер болады достар. Мынаны қарасыңдар, сендер ема хип-хоптың наборы, ема олдовский эмоциялар бар екен бұл аккаунтта. Мына баланың ойынын көретін болсақ, осы 5-45 дейді ғой. Ема негізі әдемі. Ең мықты ойнайтын оружияларын қарайтын болсақ, MP5, M40, Бизон, Петух, Винчестер, Драваш, Ястреб, Юмпи мен қатты ойнайды екен достар. Мынаны қарасыңдар. Ема достар, тура бағанаға эмоция мына аккаунтта да бар ғой, прикинь. Короче, бидесің ғой, биді шападақ еткізіп келесіңді, билеп келесіңді, біреумен көтінді пүчік еткізіп соғыстырасыңды, ары қарай кете бересің, бүйтіп әдемі екен. Ей, сен оны қоя берсең, мынаны қарасай сен. Короче айтқанда, біздің 3-ші миллионер аккаунтымызға обзор аяқталды. Келесі аккаунт бұдан асама, давайте кеттік. Ал біздің 4-ші ең бай аккаунттардың бірі 100-ші уровень. Профилін қарайтын болсақ, менікінде әдемі галочкасы бар екен. Сетін айтатын болса, менде I1 енді фастер сет құрап апты. Профилін арғы бетінде ема достар, эволюция бүкіл фулғы. Базар жоқ, 7 жыл дейді, легенда прайм дейді, тағы осындай значоктар бар екен. Пропусктарды айтатын болсам, бүкіл пропусктар алынған, бірақ осы соңғы үшеуі алынбаған, қалғандардың барлығы алынған достар, әдем болып. Ал ойындарын көретін болсақ, 4-61 ус дейді. Ема достар, тема әдемі. Тағы да осындай нәрселер бар екен достар. Отрядтан жеңген барлық наградалар тұр. Мықты ойнайтын оружияларын айтатын болсам, Юмпи, Ястреб, Парафал, Мини Узи, Гроза деген оружиялармен мықты ойнайды екен. Так, біз енді список жаланиясын қарайтын болсақ, осындай шықпаған заттарды список жаланиясына қосып қойды достар. Осындай кепка дейма, тағы да нәрселерді. Ал біздің 4-ші аккаунт, миллионер аккаунтымызға обзор аяқталды. Келесі аккаунт бұдан асама, давайте кеттік көрейік тағы да. Ал біздің 5-ші және де соңғы аккаунтымыз осы. Профилін ашып қарайтын болсақ, 84-ші левел екен аккаунты.
осындай анимациямен лоббиға кіріп кететін жайы бар екен да. Мынан аккаунттың лайгын айтатын болсақ 128к дейді. Короче, ема достар, мынаны қарасыңдаршы, бүкіл пропуск алынған ғой. Прикинь, базар жоқ, айта алмадым достар. Мынаны қарасыңдаршы, әдемі қып алған ғой. 555, 777, ема 222 қып алған еще. Бұл баланы ойынын көретін болсақ 2.76 деген успех не деген достар. Былай қарап тұрсан негізі әдемі достар. Мынандай аккаунтым болса мен ойнамайтын едім вообще. Мықты ойнайтын аружаларын айтатын болсақ, АУК, АК-47, Дикл, Парафал, Юмпи, М500, МП-40, Скар дегендермен нормально әдем ойнап қояды екен. Список желаниясын көретін болсақ, осындай заттар бар екен. 100-ші уровенде берілетін эмоция да тұр ғой, ема. Мына Сакуран басыма негізі, ема достар, өзгерт жерген ғой бүкіл. Көргендерінде бұл аккаунт жай ғана миллионер аккаунт емес, ерекше аккаунттардың қатарына жатады екен. Бүгінгі видеода сендерге ұнаған ең бай, ең миллионер аккаунттарды комментарияға жаза кет. И видеоға лайк басып тіркеле кет. Ал сендермен бірге болған мен сендердің сүйікті микоштарың келесі видеода көріскенше.